Барыңызға сәлем достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге өте дәмді тіске басардың рецептісін ұсынамын. Орысша бұл сырный шарики деп аталады. Жеген кезде өте дәмді, ортасындағы ірімшігі сыры өте керемет болып созылып тұрады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Қажет ингредиенттердің барлығын видеоның астына жазып қоямын. Бізге 2 жұмыртқаның ақуызы, ұн қопсытқыш және ірімшік қажет. Қалауыңызша панировочный сухариді пайдалануға болады. Ең алдымен құрғақ ыдысқа 2 жұмыртқаның ақуызын саламыз. Үстіне шым-шым тұз саламыз. Миксердің ең жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Әрбір 30 секунд сайын жылдамдығын көбейтіп отырыңыздар. Бізде осындай аппақ болып, жаңағы ақуыз шайқалуы керек. Төңкерген кезде бізде ақуыз ақпайды. Енді кішкентай үкіштен ірімшікті өткіземіз. Бұл жерде ірімшік міндетті түрде таза кәдімгі ірімшік болу керек. Сырный продукт болмауы қажет, кәдімгі сыр болу керек. Мен комо деп аталатын сырды пайдаландым. Енді осы үкіштен өткізілген ірімшікті жаңағы ақуыздың үстіне саламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Үстіне еліктен өткізіп, ұн мен қопсытқышты саламыз. Біркелкі болғанға шейін, барлығы толықтай араласқанға шейін жақсылап араластырамыз. Мен басында осындай силиконды күрекшемен араластырдым, кейін қолыммен жақсылап араластырдым. Бізде қамыр сияқты осындай болып шығады. Енді аз-аздан алып шариктер жасаймыз. Шариктің көлемі жаңғақтың көлемінен сәл ғана кішілеу болады. Және де бұларды қазір қуырған кезде ол кішкене үлкейеді пішіні, сол себептен де қатты үлкен қылып жасамаңыздар. Мен осы шариктерді панировочный сухариге араластырамын. Сол кезде қуырған кезде әдемі болып шығады, бірақ бұл міндетті емес. Барлығы өзіңіздің қалауыңызша. Егер панировочный сухари болмаса, олай аунатып та жасамауға болады, бірден қуыра берсеңіздер болады. Осы уақытта табаны қыздырып қойыңыздар. Қатты қызып тұрған жаңағы майға, күнбағыс майын қыздырып қойдым. Соған салып пісіреміз. Бауырсақ секілді пісіріледі. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар. Шамамен 10-15 секунд қана жеткілікті, қызарғанша қуырамыз. Міндетті түрде оттың асты қатты шығып тұру керек, және де май жақсы қызған болуы тиіс. Мінекей осылай қуырылады. Кейін сүзгімен сүзіп аламыз. Сырный шарикеді ыстық күйінде жеген жақсы. Сол кезде ортасындағы ірімшігі созылып, әдемі болып тұрады, және де өте дәмді ыстық күйінде. Егер суып қалған болса, оны да тағы жаңағы ыстық майға салып, бір қуырып алсаңыздар болады. Сол кезде ол қайтадан өзінің созылмалы қалпына келеді. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Тағы да менен қандай рецептерді күтесіздер, жазып кетіңіздер. Және де менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер видео ұнаған болса, лайк қойып комментарий жазып кетіңіз. Сіздермен болған Гүлжанат. Қош, сау болыңыздар. Достар, менің каналыма тіркелген соң, мына жерде қоңыраушаның суреті бар, колокольчик, соны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде мен әрбір салған рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Және де жоғарыда плейлист деген бөлім бар. Егер соны бассаңыздар, бұл жерде ыстық тағамдар, тәтті тағамдар, таңғы ас, екінші тағамдар, салаттар, сорпа барлығы тақырыпшаларға бөлініп жасалған. Міндетті түрде егер қандай да бір рецепті іздейтін болсаңыз, осы плейлисттен оп оңай таба аласыз. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.